1968 жылы Семей педагогикалық институтын бітіре салып, Қанипа апайымыз бізге мұғалім болып келді. Жаңағы бір бұлыңғыр күнді шайдай ашылғандай сондай бір әсер қалдырды. Әдемілігіменен, сымбаттылығыменен деген сияқты. Білімділігіменен, ерекше қарапайымдылығыменен біз міне содан бері қарай сол өзінің мақсаты, мынау ұстаздық деген ұлы мамандықты ту етіп, өмірінің соңына дейін осы бала тәрбиесімен айланысып кетті. Өзінің мақсаты сол болатын, сол мақсатына жетті деп ойлаймын. Өте еңбекқор еді. Еңбекқорлық деген ол осы ұстаздарға өте жарасымды дүние. Мына кезіккен сайын Мағжанның сөзін айтушы еді. Мағжанның сөзін айтушы еді. Алтылаштың екі жақсылары жиналған кезде төр ұстаздікі деп. Сол төрден көріне білді. Ұстаздықтың төрінен көріне білді. Ерекше жаңағы өзінің еңбекқорлығыменен, білімділігіменен, мына ұлтжандылығыменен, ұлтты сүйгіштігіменен, жаңағыдай қазақ тілін ту етіп өмір бойы жаңағыдай шәкірттерінің қанына да санасына да сіңіріп кетті деп ойлаймын. Бұл енді ұстаздардың ішінде де ұстаз бар ғой, сол ұстаздардың ішіндегі нағыз ұстаз еді.